қалқам тіфәй депші. Көріп қойыңыздаршы, осы 2026-та бар ғой, мен өте ақылды қатын болып жүрмей. Прямо ақылдылығым бар ғой, айналама шашылып өзіме сезіледі ғой, не деген ақыл мынау? Ең біріншісі, мәселенки, өзінің тойы түгілі біреудің тойына байымен бір қырылыспай бармайтын ырыс бала. Ойпырмай, өткенде өздері той істеп жатыр, үйге қаншама қонақ келіп кетіп жатыр, бұрынғыдай қырылыстың барлығын жинастырып тастадым, Бұрын біреудің тойына баратын болсақ, байымен қырылып, нерв болып барғанша сөйлемей, тырысып, бүрісіп, оны түсініп атқан бай бар ма? Сырдарияның суы сирағынан келмейді, ек қойың бір тиын, тауғыздача тойда деп стакан соғыстырып билеп жүрген кезде мына жақтан нерв істетіп отырасың ғой. Өзіңді өзің шаршатып ше. Бір отбасының жаңа анасы өмірден өтіп кетіп, енді атасы болады ғой, енді әкелері. Бір мерейтойында бір баласы келіп, жағдайлары жақсы дейді, біреуі келіп машина мінгізіп, біреуі келіп ақша беріп, біреуі Меккеге жолдама. Енді сыйлықпен көмген ғой, алтынмен аптап, күміспен қаптап. Сөйтсе бір өзімен тағдырлас жолдасы келіп айтады дейді, бұның бәрі 70-ке келген әкелеріңе бір тиын, одан да шүйіркелесіп отырып бір шайнек шайын ішетін, жанына серік керек десе, мерейтой болып жатқан ата айтады дейді. Ондай келер күн қайда, оны түсінер ұл қайда деп. Сол сияқты сенің үйтіп нерв болып отқаныңды түсінетін бай қайда? Сөйтіп тойда тойғанға қозы сияқты ебір тойда тойлай алмайсың. Тымырайып, нерв болып, мас болып қойған байыңды алдыңа салып алып қайтасың мысалы да. Той емес, бала-шаға жек кетті деген болады. Қазір вообще ұрыспайтын болды ме? Құрсын. 5 баладан кейін ырылдайсың, қаппайсың, одан артығын таппайтыныңа көзің жетеді екен ғой. Алланың осы өмірден еншілеп берген ері болды. Осымен қарайдың, осымен ағар, осымен көгір. Мысалы да. Ашық айтып, енді бір балалығымыз өтті, қыздық сән салтанатын құрған сәтіміз де өтті, үлбіреген жас келін болғанда өтті, енді ана болдық айналайындар. Өміріміздің көктемі өтіп, күзі кеткен уақытта артық ұрыс қырылыстың бәрін жинастырып тастап, айтатын дүниені ашық айтып, сыйласқанға жетпейді екен ғой. Ой, рахат-ай, баймен ұрыспасаң өмір жаман қызық екен, миың тыныш екен, нервің тыныш екен. Осындай бір жақсы қасиет қонды айналайындар маған. 2026-та түкіріп қойыңыздар. Содан кейін екінші бір қолға алған қасиетім, бұрын бар болған деп айтпаймын. Мәселенки, сіз сәулесіз, мен сәулесізбен жақсы араласам, көрген жерде ойбай, жаным, әпшем деп өліп қалам. Бірақ басқа круг, басқа орта, мысалы, алтынайлармен араласқан кезде, сол алтынайлардың қасындағы біреулер менің жаңағы әпше деп сыйлап жүрген, өліп жүрген, құрбы болып жүрген сәулені жамандап атса, үндемей тыңдап отыра береді екен. Кейін артынан бүйтіп айтпадым деп, ана сәулені көргенде бір сатқындық жасаған адам сияқты өзімді бір ыңғайсыз сезініп жүретінім. Қазынандай болды. Мысалы, мен араласып жүрген бір адамды басқа бір ортаға барғанда жамандап отса, бетің бар, жүзің бар демей шап-шап етіп, мен жоқ жерде жаманда, бәда-бәда, сәда-сәда деп тыйып тастайтын болдым да, өзім араласып жүрген адамды қорғап аламын да мына жерде. Өзімді сол жерде ойпырмай бір еңбек ері сәулеге еңбек сіңген құрбысы деген атақтарды алып батыр сезініп қайдам ана жерден өзімді ше. Бір жағынан адамгершілік, мынау исламның әдебінде де айтады екен ғой, бір бауырыңның қателігін көрсең, соны ақтап алатын 70 түрлі жақсы ісін, амал әрекетін тізбекте деп. 70 емес, бір 10-ын бек тізбектеген екен өзің шаршайсың. Құрып кетсін, жаман болсын, бақытты болсын деп қоя салады екенсің. Сөйтіп жаман сөз сөйлеуден, жаман ой ойлаудан өзімді тыйып жүрмін. Надоел, не деген ақылды қатын мынау. Біреудің атын жамылғанда жек көрем да, мен анамен араласам, менде ананың номері бар, мен мынандай таныстарым бар деп шындай пантағатсыз екенді өтті жек көрем да. Біреудің атын пайдалануды жек көрем. Бүгін енді
өзім сыйлайтын бір кісімен енді дидарлас болып қалып маған айтады да, мә энергияң деген ұрып тұр екен дейді, мощный екенсің дейді. Содан кейін жүзің нұрлы қыз екенсің дейді. Содан да ой келіп жатыр да, мен бұны бірнеше адамнан естіп жатырмын да. Енді адамның жүзі жақсылық жасағанда нұрланады. Жақсы адамның жүзі нұрланады. Мен сондай нұрымды нафиг біреулер үшін шашам. Өз нұрыма өзім шомылып жүре бермеймін ба? Деген оймен. Қазір айналаның сөзіне мән беруді қойдым. Сен жамандамақ түгіл, саған хейт жазбақ түгіл, сен туралы кітап жазсын, абай жолы емес, ырысбала жолын жазсын, том-том қып. Енді мынаны қараңдар айналайындар. Қазақта жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген сөз бар. Адам деген мына өмірінде губка сияқты болу керек дейді да. Ана губка Фериді сіңіріп алады да, көпіршік қып шығарады ғой. Сол сияқты өзіңізге қажетті сіңіріп алыңыз да, керек емес та, көпіршік сияқты шығарып тастаңыз. Мәселен кейін. Бұны мен не үшін айтып жатырмын? Сіздерге бір мақтанып отырмын конкретно, Өз-өзін мақтаған өгістен тек десеңдер дей беріңдер, просто мен өзім мақтамасам, ешқайсың мақтайын деп отқан жоқсыңдар мені. Осындай бір жақсы қасиеттерді, жақсы дүниелерді қолға батырып айналайындар. Сендер қараңдаршы, өмір әлдеқайда жеңіл болып қалды. Сенсеңдерші. Надайыл, ауылдағының ауыз сасық деп менсінбейсіңдер ғой, атак. Тегін нұрмен шығып тұр малдарыңа. Өзіміз о нұрды әрең тірнектеп жиған ақшамызды салып, аяқтан жүректен шығарып соны сөйтіп жинап жатыр айналайындар, пожалуйста. Біздің Сарыбай бар ғой, өткенде ораза басталар алдын айтқан ғой, 30 күн оразада 30 күн бойы үйге қонақ келсін деп. Соны сендер естіп алып біртіндеп келетін болдыңдар ма, не қылдыңдар, Кеше жайылған дастарханға кеше асылған етке келіп қалмадыңдар ма? Кеше Қожекең қасиетті мекеннен Меккеден келді, ол кісі ішінен лайықты енді, ет асылса, дастархан жайылса. Мына жалмауыз Таиландтан келді ғой, бұған не деп ет асамыз? Мынау Таиландтан келді. Мейлі демен бұл кісіге арналып дастархан жайылып жатыр енді. Оптым кесеңдер, шақылдасып Спасибо. Сарыбай, саған сенем. Біздің Сарыбай, менің марқұм әкем сияқты түннің бір уағында достармен келе береді, үйге қонақ болып. Қонақ келсе құт келеді дейді айналайындар. Үйге қанша бұт көрсе, сонша құт көреді деген қырғыздардың мақалы бар. Бәрібір сәресіне бір нәрсе дайындау керек қой деп, сәл тұзын аздау қылармыз деп қуырдақ. Мына жақта самауыр мен шай. Көршілер нема бұл деп жатқан шығар. Таиландтан құрт құмырсқа жеп келген шығарсың. Қазақтың қазысын же, майлы қып. Ой, Алла, рахмат. Ұста. Тауыссын дейсің. Алла разы болсын. Қуырдақ істеп жатыр сен құрметіңе. Рахмет. Қуырдақ істеп жатыр сен құрметіңе. Қойыңыз. Асылмай келіскен жоқпыз, мен негізі водитель болып жүрмін.